Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті көрермен, қалайсыздар, жағдай жақсы ма? Бүгін біз отбасылық демалысқа шыққанбыз көктемде. Намаз оқып алдым қазір мен. Аспан мынандай болып тұр. Мынау енді Сырдария өзенінің бір бұрышы қойып жатқан канал ғой. Бүкіл Қазақстан суға батқан, аяқта су аз, короче. Анақта бүкіл отбасы отыр. Баха, как всегда, в грязи. Баха в грязи, а я в деловом, деген бар ғой. Сіздермен бір хабар, эфирге шығып қайын деген ғой. Аны, жылғылар. Аяқ ет қалды. Жай ғана әдемі атмосфера. Отырамыз сәл. Аспан. Микрофонымды алып шығайын деп тұрғам ғой. Ұмытып кетсем бола ма? Атмосфера. Жаңбыр жапты, бірақ енді қатты жапқан жоқ. Нормально жапты. Әдемі ұнап жатыр маған мына ауа райы ше. Осындай ауа райы ұнайды маған. Жартылай жаңбыр жауып тұратын ше. Лондонский атмосфера ұнайды маған. Жай жауып тұратын жаңбырлар ше. Қатты жаппаса да істеп, мынандай болып ше. Сіркіреп. Ұнайды маған сондай. Типа не ғой? Жай намаз. Кеттік онда біраз серуендеп қайтайық. Пока жай намаз тұра берсін. Так, үйдегілер сәл жаңбыр жапқанша машинада отыра берейік дейді. Мақұл дедім енді. Мен ондай кәдімгідей футболкамен шыға беремін. Мына типа өзеннің жағасын серуендеп қайтайық. Әдеттегідей калошпен ғой мен. Әлемдегі ең ыңғайлы аяқ киім деп ойлаймын калошты. Киесің, шешесің, бау байламайсың. Аяқпен, қолмен ұстамай-ақ еңкейме киіп кете саласың, еңкейме шешіп кете саласың. Рас, жаңбырға киесің, қаласаң, жәндегідей ғой, құмға, внедорожник сияқты ғой. Енді типа өзен ғой енді бұл. Бірақ тартылып тұр да. Егіз аяқтың бар топ тұрып қой. Келіп тұрып қой. Білмеймін, мен осы саға жіберсе болады ғой Қазақстанда бүкіл суды. Или қалай болды екен, мен бірнәрсені түсінбей жатырмын ба. Біз жақта су жоқ. Бір-екі видео түсіріп қойдым каналға. Уже салып қойған шығар. Егер рет-ретмен салым қойды, егер осы видеоны көріп жатқан болсаңыздар алдыңға демек видеолар салып қойды. Баяғыда көлігім туралы, жаңа алған микрофон туралы видеолар шығып қойған шығар. Аспан зор болып тұр. Согласитесь. Қараңыз. Естеріңізде ма, осындай каналымда осындай видео барған мен. Осындай жаңбыр жауып жатқан кезде аралап жүретінше. Көрмеген болсаңыздар көріп қойыңыздар. Зор видео, өзімнен айтса видео. Негізі жалпы табиғатқа жақын адаммын ғой. Табиғаттың таза болғанын, әдемі болып тұрғанын жақсы көремін да. Табиғатқа шыққанда енді ең просмотр аз видеолар енді неге білмеймін, табиғатқа шыққан видеоларды
табиғаттағы ASMR видеоларын онша көрмейсіздер ғой сіздер, білмеймін, қызықпайсыздар ма, онша өтпейді жол. Сонда да әйтеуір түсірем, просто өзіме ұнайтын болған соң. Жалпы қаяқ десеңіздер, мына жақта Көксарай су қоймасы бар. Сөйтіп былай қарап кетеді Көксарайдың су несі каналы. Не бар ғой, кеше баян обзор түсірген жерім бар ғой, бұл жақта. Осы шлюздің соңында. Мына басқа шлюздің, мына жақта соңғы шлюз бар. Қайттан жаңбыр жауып жатыр. Кеттік талдың астына қашамыз. Не видео түсіріп жатсың деп үйдегілер сәл сұрақ қоймай тұрғанда былай қарап қашайын мен. Кеттік. Бежим. Мына бір не бар ма, не жүр мына жақта? Неғып жатыр ма? Жигули ма? Бұларды демалып жүрген жер, Көксарайға барып балық аулап жүрген жер. Ассаламу алейкум деп. Өмірлеріңізде қандай өзгерістер болып жатыр? Бәрі жақсы ма әйтеуір? Айтып қойсаңыздаршы. Сәл белсенді болсаңыздаршы бір. Деп қояды да бірден айтып өзі бір белсенді автор құсап. Мына жақпен жүрейік. Артық адам керек емес. Кадрға үйдегілер түспей қойсын. Қанша дегенмен любой адам видеоға түсе берді, аты бермейді несіне заманда. Біз бәрі блогер болып кетпейді. Видеоға кадрға түскенді ұнатпайды көп адамдар. Алла, Торанқол деген біздің ключевой неміз ғой, тал ағаш түрі ғой. Мына жақтың бәрі мусор, кәдімгі сорып байқап тұрсыз, кәдімгі керемет. Біздің бірақ өтіп кетті, ағаны рахмет. Әлі де осы қазақтар емеслер біздің өтіп кеткен. Біздің қазақ ең болса бөтелкесін сындырып шашып кетуші еді ғой, әдет бойынша. Ойбой, не жақты қашайық екен. Қарайтып бара тұрған жоқ. Жалпы осындағы көрініс, мынау қазір көрсетемін сіздерге. Бұл кәдімгі не? Қазір көрсетейін айтамын. Тоғай ғой. Сырдария өзенінің айналасындағы тоғай, орман жайында. Анау болатын болса, Көксарай су қоймасының шлюзі. Қазір барынша жақындатып көрсетемін сіздерге. Қазір биікке шығайыншы. Сәл биікке шығайын. Көрінді ма? Көрінбеді ма? Ақы шығып қалды ғой, давай алды до конца. До конца, до конца. Деп. Видеоның дауысы онша болмайтын шығар, өйткені микрофон жоқ. Өзінің рандай микрофон әлен түсіріп жатырмын видеоны. Кейін бір қызық пайда болды. Радуга. Телефоным судың астында жүрген. Бірақ менің телефоным құдайға шүкір судан қорқпайды. Мен сияқты шомылған жақсы көреді. Ал онда биікке шығайық та ғана. Ал көрсетейін мен сіздерге міне Көксарай су қоймасының басты офистары, басты шлюзі мынау. Барынша жақындатайын. Жалпы сол ғой. Радуга. Но не болдық таза. Видеоның сыртына салынатын не болдық но кәдімгі еді. Нет. Обложка болатын болдық но. Радуга ше. Өйтіп салатын болдым ғой.
Қазір мына бір машина өтіп кетсін, қайтып қосыламын. Машина өтіп кетті. Қайтадан съемка жалғасуда. Қаштық онда, жаңбыр күшейді. Қаштық. Ойбай, не болып кеттім ол. Қазір қоятын шығар десем, ойбай. Кетті онда жүгірдік. Талдың түбі. Аз көпті. Қауіпсіз аймаққа кеп алдық. Радіо ауырып тұр. Объективті сүртіп қойын. Так, болды. Машинаға қайтайын. Құдай қаласа так. Бүгінгі видеоны қысқа эфирді аяқтайын. Қысқа шу. Не zaman ролигін бүгінгі қысқа шығарылым. Маманларында отыр. Неғып жаңыр қысына, неғып жүрсін демек шо. Баптанды бауырлар. Келесі осындай керемет видеоларда кездескенше. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.